болады. Ол жайды алдыңғы сабақта айтқан болатынмын. Мен өз каналымды монетизацияға қосқаннан кейін осы пин-кодты алуға запрос тастадым. Сіз запрос тастаған уақыттан бастап 3 апта ішінде хат жіберіледі, және де ол хат өзіңіздің тұрғылықты жеріңіз бойынша Қазпоштаның бөлімшесіне келіп түседі. Сондықтан налоговая форма толтырған кезде міндетті түрде адресі, индексі дұрыстап көрсетіңіздер. Алайда мен осы пин-код алуға запрос жібергеннен кейін 2 ай дегенде бірақ алдым, себебі өзімнің тұрғылықты жерім бойынша поштаның бөлімшесіне халықаралық хаттар келмейді екен. Сол себепті мен әрбір почта бөлімшесіне барып, тұрғылықты мекен жайымды айтып, сол жердегілерге тапсырып қойдым. Маған хат келгенде хабарласыңыздар деп. Жаңа айтқандай, басқа бөлімшеге барып, өзімнің данныйларымның барлығын қалдырып, үнемі олармен хабарласып білумен отырдым. Олар 2 ай дегенде маған осы хаттың келгенін айтты. Енді сол арқылы адреске подтверждение жасай аламын. Мен не үшін 3 рет жібердім? Хат келмегеннен кейін басқа адресті өзгерттім. Яғни поштаның өзінің адресін қойып, екінші, үшінші рет запрос жібердім. Алайда хат осы ең бірінші жіберілген адрес бойынша жіберілген екен. Енді соны қазір налоговая формаға енгізіп, адреске подтверждение жасайтын боламыз. Міне, қарасаңыздар, маған өзімнің электронды поштама 6 мамыр күні осындай хат келген болатын. Сіздің адресіңіз бойынша AdSense-тен письмо жібердік. Ол письмоны, яғни сол письмода жазылған пин-кодты 4 ай ішінде қолдануыңыз қажет деп барлығы тұр. Ең астында тұрған подтверждение дегенді басамыз, подтвердить адрес деп. Автоматты түрде қазір AdSense-ге өтетін боламыз. Мына жерде ескерту тұр, адреске подтверждение жасалған жоқ деп. Осы жерде барлығын танысып оқып алсаңыздар болады. Статус дегенді басамыз. Мына жерде пин-кодты жазыңыз дейді. Қазір маған хатпен келген пин-кодты жазатын боламын. Хат осылай бір бет қағаз түрінде келетін болады. Google AdSense деген жазуы бар. Қалай енгізу керектігі барлығы жазылған. Осы бір бет қағазды қаншама біз күттік. Енді енгіземіз. Мұқият болыңыздар енгізген кезде. Жіберемін. Завершено, ура! Болды. Мен өзімнің жеке данныйларымды, яғни адреске подтверждение жасадым. Болды. Енді пароль $100 толтырғаннан кейін ай сайын маған енді YouTube'тан зарплата түсіп отыратын болады. Барлықтарыңызға сондай монетизацияға шығу және де YouTube'тан табысқа жету бұйырсын. Келесі кездескенше.